Ата-аналар ойлайды, баланы дамыту үшін арнайы бір уақыт бөлу керек, арнайы бір күн, арнайы бір орын керек деп. Жоқ, кез келген жерде баланы дамыта беруге болады. Жүре бара, қай жерде жүрсеңіз де. Қазір осы кафенеда жұмыс жасап отырмын. Осы пространствоның ішінде қай заттармен қалай, не бағытта дамытуға болатынын көрсеткім келеді. Қараңыздар, мына жерде кіреберісте кофе тұр екен. Керемет. Бұл алып біз иіскеп қарадық. Бұл баланың сенсорлық иіс сезу жүйесін дамытады. Иіскеп қарадық, қолымызбен қарадық, әдемі, керемет. Одан кейін мына жерде айна бар екен. Айнаға қарап, артикуляциялық жаттығу жасадық. Айнаға қарап, айнамен артикуляциялық жаттығу жасадық. Яғни мен әртүрлі дыбыстарды жасап көрсеттім, дыбыстап, балам мені қайталады. Яғни мидағы зеркальный нейроны іске қосылады. Ауыз қуысының бұлшықеттерімен жұмыс жасауды үйренеді. Және де мына жерге өтсек, бізде осындай әдемі лимон ағашы тұр екен. Мынау не, Мансұр? Мынау не? Лимон. Лимон, дұрыс айтасың. Мансұр, тас қайда? Тас. Тас. Вау, тас бар екен. Яғни мына жерде балаға біз мынау лимон, мынау ағаш деген сияқты баланың тіл байлығын дамытуға жұмыс жасаймыз. Яғни көрді, естіді, қарады, үйде де карточкаларды қарап жүр, сонымен жұмыс жасады. Одан кейін мына жерде тастар. Бір-екі тасты алды, шашты, оны теріп, кері ішіне салып жинады. Бұл ұсақ моторикасын дамытады, және де балаға отырып тұрып физикалық тұрғыда дамытып жатыр. Және түсінік қалыптастырып жатыр. Сондықтан өте керемет, осындай тұрған заттардың барлығы баланы дамытуға жұмыс жасай береді. Одан кейін мына жерде қоян бар. Мансұр, қоян қайда? Қоян. Әлі қоян, молодец. Мына жерде қоян бар. Яғни біз бұл жерде глазодвигательные упражнения жоғары қарайды, әр жерге қарайды, және де пространственная ориентация. Яғни мен мана қоянды көрсеттім, содан кейін ұмытып кеттік. Балаға қоян қайда дегенде іздеп сразу мына жерден екенін тауып беріп жатыр. Ол өте керемет даму көрсеткіші. Одан кейін мына жерде құстар бар. Картинканы көрдік. Мансұрды көрсетші. Мансұр, цып, қайда цып-цып? Көрсетші, қайда цып-цып? Іздеп тұр. Қайда цып-цып? Цып-цып, молодец! Осы жердегі есінде сақтау арқылы менің не айтып тұрғанымды түсініп, оның қай жерде тұрғанын іздеп тауып көрсетіп жатыр. Олда да керемет көрсеткіш. Одан кейін мына жақта дөңгелек бар. Дөңгелекті айналдырады. Айналдыр. Вау! Яғни сіз жүрген жерде осындай жұмыстарды жасасаңыздар болады. Мына жерде мысалға суреттер тұр. Бұл жерде де суреттерді көрсеттім. Бұл жерде мысық бар. Мысықты қарадық. Мысықтың қайда екенін қазір тағы сұрасам, ол да көрсетеді. Яғни бала осы пространствода қай жерден мысық көргенін, қай жерден қоянды көргенін, қай жерден құстарды көргенін есінде сақтап көрсетіп жатыр. Яғни бұл баланың есте сақтау қабілетін дамытып жатыр. Және де Мансұр, кітап қайда, Мансұр? Кітаптар қайда? Көп кітаптар қайда? Кітап қайда, кітап? Не кітап, молодец. Осы жерде міне кітаптар тұрғанын көріп жатыр. Жүріп жүрген, ау жан, ау. Кітап ол, жарайсың, молодец. Яғни жүре бара жүрген жеріңізде баланы дамыта беруге болады. Және де балаға тазалықты үйретеміз, өзінің артын тазалап жүретіндей қылып, және де бұл қол моторикасын, қол көз координациясын дамытады. Мусорға тастаймыз. Мына жерді көрсет, жоғарыдан. Ой, молодец. Мусорға таста. Молодец. Таста мусорға. Сал мусорға. Ой, молодец. Ал. Сал мусорға. Молодец. Тағы да. Тағы да. Молодец. Молодец. Қақ енді, қолыңды қақ. Ай, жарай.